Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздермен психолог әріптес жолдастар. Бүгін сіздермен Люшердің түстер тесті бойынша тәжірибе бөліспекшімін. Лайк басып, каналды қолдап, комментарий жазып, каналға тіркеліп, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыз. Мейлі қазақ мектебінде, мейлі орыс мектебінде берсін. Ол психологтарға қажет болып қалар. Немесе өзінің жазып жүрген, қолданып жүрген тесттерімен салыстырар. Люшер түстер тесті туралы толық ақпарат. Төменде педагог, психологтар жиі қолданатын Люшер түстер тесті туралы толық әрі жүйеленген ақпарат берілген. Бұл мәлімет сізге аттестациядан өтер кезде, есеп жазғанда да, оқушымен нақты жұмыс жасауда да пайдалы болады. Авторы Макс Люшер, швейцариялық психолог. Бұл тесті 1947 жылы жасап шыққан. Мақсаты тест адамның психоэмоциялық жай-күйін, күйзеліс деңгейін, ішкі шиеленісін, мазасыздық пен стресс көздерін түс тану арқылы анықтайды. Тест сипаттамасы. Тест материалы 8 түрлі карточка немесе экрандағы түс үлгілері. Көк, тыныштық, жайлылық, тұрақтылық. Жасыл, табандылық, ерік, тепе-теңдік. Қызыл, белсенділік, күш, өмірлік қуат. Сары, оптимизм, болашаққа үміт, шығармашылық. Күлгін, эмоционалдық, сезімталдық, нәзіктік. Қоңыр, дене қажеттілігі, қауіпсіздікке ұмтылыс. Сұр, бейтараптық, қашқақтау, ішкі қақтығыс. Қара, бас тарту, наразылық, депрессия немесе ішкі қарсылық. Өткізу әдісі. Оқушыға барлық 8 түсті карточка немесе экрандағы түстер көрсетіледі. Қазіргі таңда сізге ұнайтын түсті таңдаңыз деп ұсынылады. Таңдалған түс алынып тасталып, қалғандарынан қайта ұнайтынын таңдауы сұралады. Бұл процесс барлық түстер қалғанша қайталанады. Кейін 5-10 минуттан соң қайта жүргізіледі. Бұл жасырын ішкі күйді анықтау үшін қажет. Нәтижелерді талдау. Алғашқы 1 мен 4 орында. Тұлғаның ұмтылысы, қажеттіліктері, мотивациясы. 5-6 орында. Бейтарап түстер, эмоциялық маңыздылығы төмен. 7-8 орында. Бас тарту, психикалық шиеленіс, стресс, қанағатсыздық көзі. Қолдану аясы. Баланың эмоциялық жағдайын анықтау. Стресске бейімділік немесе шаршау белгілерін байқау. Оқушының бейімделу процесін бақылау. Мысалы, 1 сыныпта, 5 сыныпта жаңа ортаға түскенде. Ата-аналар мен мұғалімдерге ұсыныс беру үшін психологиялық сипаттама жасау. Психологқа ұсыныстар. Біріншілік диагностика кезінде және бейімделу кезеңінде қыркүйек, қазан айларында қолдану өте тиімді. Диагностика нәтижесін оқушының мінез-құлқымен салыстыра отырып, жеке даму картасын жасауға болады. Әсіресе төмен сынып оқушыларымен эмоционалдық тұрақсыз балалармен жұмыс жасағанда түзету, дамыту бағыттарын жоспарлауға көмектеседі. Қорытынды. Люшер тесті қарапайым, жылдам және тиімді диагностика құралы. Ол оқушының ішкі күйін анықтап, психологиялық қолдау қажет ететін балаларды дер кезінде анықтауға көмектеседі. Бұл әдісті басқа әдістермен, мысалы, Кёрн, Ерасек, Равен, жеке тұлға картасы бірге қолданған дұрыс. Енді төменде педагог-психолог Люшер тесті нәтижесіне сүйене отырып, жаза алатын сараптамалық анықтама үлгісінде қойып қойдым.
Енді сонымен таныстырайын. Сараптамалық анықтама оқушы туралы мәлімет жазылады. Мысалы үшін, оқушының аты жөні Ахметов Нұрасыл, сыныбы 3 А, мектебі жазылады, диагностиканы алған күн жазылады. Әдістеме Макс Люшердің түстерді таңдау тесті. Мақсаты оқушының психоэмоциялық жай-күйін, күйзеліс деңгейін, ішкі уайымдары мен қажеттіліктерін анықтау. Қолдау барысы оқушыға 8 түрлі түсті карточка ұсынылады. Ол түстерді өзіне ұнау ретімен орналастырады. Тест 2 кезеңде жүргізіледі. Бірінші саналы таңдау, екінші бейсаналы. Нәтиже талдауы. Бірінші таңдаудағы түстердің орналасуы көк, жасыл, сары, қызыл, қоңыр, күлгін, сұр, қара. Келесі талдау. Көк және жасыл түстердің алдыңғы орынға орналасуы бала тыныштыққа, тұрақтылыққа ұмтылады, өзіне сенімді, сабырлы дегенді білдіреді. Сары мен қызыл шығармашылыққа бейім, болашаққа үмітпен қарайды, белсенді болуға тырысады. Қоңыр мен күлгін қауіпсіздікке ұмтылысты және эмоционалдық талдауды қажет етеді. Сұр мен қара соңғы орындарда. Қазіргі кезде оқушыда ішкі күйзеліс пен ашық қарсылық байқалмайды. Эмоционалдық жағдайы салыстырмалы түрде тұрақты. Қорытынды. Ахметов Нұрасылдың психоэмоциялық жағдайы тұрақты. Бейімделу кезеңінен сәтті өткен. Баланың тұлғалық дамуында үрей, күйзеліс, ішкі қарсылық белгілері байқалмайды. Жауапкершілігі жоғары, тыныш, сезімтал ортада өзін жайлы сезінеді. Ұсыныс. Баланы шығармашылық және танымдық тапсырмаларға көбірек тарту. Эмоциялық тұрақтылығын сақтау үшін мақтау және қолдау көрсету. Топтық жұмыста сенімділік қалыптастыруды жалғастыру. Психологтың аты жөні жазылады, қолы қойылады, мектебі жеке мөріңіз болса, растау үшін мөріңізді де қолданғаныңыз артықтық етпейді. Бір керектеріңізге жарасын. Келесі кездескенше каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда өздеріңізге қажетті бірнеше құжаттармен және де әдістемелік көмектермен бөлісетін боламын.